Енді мектеп оқушылары мен студенттер жазғы демалысын тиімді пайдаланып табыс таба алады. Мемлекет 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған арнайы жүйені іске қосты. Еңбек кезет электронды еңбек биржасында кәмелетке толмағандарға арналған арнайы бөлім ашылған. Бүгінде Шымкент қаласында 47 мекемеде 192 жұмыс орны бекітілген. Сол мүмкіндікті тиімді пайдаланып жатқан жастардың бірі Арыс қаласының тумасы Көркем Қансейдова. Ол биыл 11 сыныпқа аяқ басты. Көркем алғашқы еңбек жолын Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің қабылдау комиссиясындағы жұмыстан бастады. Бұл жұмысты ол тек табыс көзі емес, үлкен өмірге бастар алғашқы қадам деп біледі. Мен өзім бірінші рет жұмыс істеп жатырмын. Сол себепті осылай Әуезов университетін таңдағаныма қуаныштымын. Біз бұнда приемный комиссияда жұмыс жасаймыз, адамдарға талон алып көмектесеміз, және де соларға бағыттап қай жерге баратынын айтып отырамыз. Жалпы мен қуаныштымын, осылай мектеп оқушыларына жұмыс істеуіне рұқсат бергеніне. Менің алғашқы табысым 90 үстінде болуы мүмкін. Мен ол табысымды өзімнің керек жарақтарыма қолданамын, және менің анам өзімнің жұмыс істеуіме қарсы болмады. Сол себепті мен осы жұмысты таңдадым. Еңбек кодексіне сәйкес оқушылардың жұмыс уақытына шектеу қойылған. Мәселен, 14 пен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер аптасына 24 сағаттан артық жұмыс істей алмайды. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы оқушылар үшін бұл көрсеткіш 36 сағаттан аспауы тиіс. Сондай-ақ ұсынылатын жұмыс баланың денсаулығына зиян келтірмеуі қажет. Көбіне мектеп оқушылары көгалдандыру, абаттандыру, курьерлік қызмет балалар лагеріндегі әкімдік жұмыстарына тартылады. Айтпақшы, 14 пен 16 жас аралығындағы жасөспірімдерді жұмысқа орналастыру үшін ата-анасының немесе заңды өкілінің жазбаша келісімі міндетті. Мамандардың айтуынша, бұл ерте бастан еңбекке араласуға берілетін мүмкіндік. Жұмыстың табысы 24 айлық есептік көрсеткіштен төмен емес, яғни 100 мың теңге көлемінде. 16 жасқа толған жасөспірімдер, оның ішінде студенттер мен оқушыларға арналған жазғы демалыс уақытында тиімді пайдалану мақсатында арнайы ақылы қоғамдық жұмыс орындары бекітілген. Оның ішінде 161 мекемеден 661 орын сұраныс келіп түскен болса, 47 мекемеден 192 орын бекітіліп отыр. Қазіргі таңда 156 орынға адамдар жолданып, оның ішінде 129 студент, ал қалған 27-сі оқушы. Еңбек ақысы 28 айлықтық көрсеткіш, яғни 128 мың теңге, қолға 91 мың теңге алатын болады. Министрліктің дерегінше, былтыр Қазақстанда 14-18 жас аралығындағы 15 мыңнан астам жасөспірім ресми түрде жұмыс істеген. Қазір еңбек шартын есепке алудың бірыңғай жүйесінде 6294 электронды еңбек шарты тіркелген. Яғни әлі де бейресми еңбек нарығында жүрген жасөспірімдердің көп екенін көрсетеді. Заң бойынша жасөспірімдерді ауыр физикалық еңбекке, зиянды әрі қауіпті жұмысқа, сондай-ақ түнгі ауысымға тартуға тыйым салынған. Материалды жауапкершілік жүктелетін қызметке де қабылдауға болмайды. Сондай-ақ оқушылар еңбек кезет порталының менің жазғы каникулым бөлімінен бос жұмыс орындарын көре алады. Оларға театр, кино, цирк сияқты шығармашылық салаларда жұмыс істеу ұсынылады. Сондай-ақ сауда, тамақтану, SMM маркетинг секілді диджитал бағыттары да бар. Қарлығаш Байгөбек, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.